Теория бойынша кез келген адамның 90% ұқсас адамдары болады. Бірақ олар әлемнің түкпір-түкпірінде әртүрлі елдерде тұрады. Сондықтан да оларды кездестіру ықтималдығымыз өте аз. Бірақ бұл бақытта басынан кешкен жандар бар екен. Сіз біздің бұл жинағымыздан өзінің көшірмелерін тапқан бақытты тұлғаларды көретін боласыз. Аманда Фишер және Мередин Понт егіздер емес, бірақ ол екеуінің түрлеріндегі ұқсастық адам сенгісіз таңғаларлық. Фишердің құрбысы Инстаграмда Амандаға өте ұқсас қыздың фотосын тауып алады, бірақ та Аманда өзіне қатты ұқсас қызбен байланыс жасай алмады. Сосын ол өзінің және өзіне қатты ұқсайтын қыздың фотосын бірге айынгурда жарлайды және оны табуына көмек сұрайды. Көптеген адамдар фотода екі түрлі адам болғанына сенбейді, бірақ та бір пайдаланушы ол 22 жаста екенін және Индиана штатынан болатынын айтады. Содан кейін ғана Аманда Медидиттің Фейсбуктағы парақшасын тауып, ақыр соңында байланыс жасап, фотосуреттер алмасады. Сантана Гутеррес және Элли Холт. Біздің кейіпкеріміз Калифорнияда дүниеге келген. Ол ешқашан өзінің егізін кездестірем деп еш ойламады. Дегенмен ол өзіне өте ұқсас қызды үлкен сауда орталығында кездестіреді. Содан олар сол сәтте ақ бірге фотоға түсіп, интернетте жариялайды. Әрине, олар сол сәттен бастап жақын құрбы болып кетті. Ол колледжге ең алғаш барған кезде бейтаныс адамдар оны бірін деп атады, бірақ оның есімі Джош еді. Ол семестр басталғаннан кейін бірнеше апта өткен соң бірінмен кездеседі және бірге фотоға түседі. Ирландиялық тележүргізуші қыз таңғажайып және ерекше флешмобты өткізуді ұйғарады. Ол өзінің фотосын интернетке жүктеп, өзіне ұқсас адамды табуды сұрайды және ол сол сәтте өте қатты таңғалады, себебі оның бақытына орай өзінің үйінен бір ғана сағат алыс жерде тұратын өзіне ұқсайтын қызды табады. Көп уақыт өтпей-ақ ол өзіне ұқсайтын тағы бір қызды табады, бірақ бұл жолы басқа елдің тұрғыны еді. Сәлден кейін ол тағы бір егізін табады. Осылайша олардың ұқсастығы 4 бірдей адамға жетті. Әрине, мұндай жайттар өмірде өте көп бола бермесе де, ара-гірді кездестіріп қалуымыз мүмкін, немесе жақын туыстарымыздан естуіміз мүмкін. Дәл сонда естігендеріңіз болса, немесе көргендеріңіз болса, біздің комментарийде өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Әрі қарай өте қатты ұқсас адамдардың фотоларын ұсынамыз. Көріп өз бағаңызды бере отырыңыз.